Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бізде өткен тақырып, қандай тақырып өттік? Өткен тақырыпқа бір шолу жасап өтейік балалар. Еске түсіріп. Өткен сабақта қай тақырыпты өттік біз? Табиғат туралы. Табиғи белгілері қалай өзгереді деген. Табиғи бірлестіктердің өзгеруіне, табиғи бірлестіктердің өзгеруі жақсы. Ал табиғи бірлестік, балалар, бірлестіктердің неше түрі болатын еді жалпы? Еске түсірейікші кәне, кім айтады? Бірлестіктің неше түрі болады аяғы? Екі. Қандай? Толықтырып айтып өтейін. Табиғи бірлестік. Адамның қолымен жасалатын қандай еді? Жасанды бірлестікке балалар, табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді бірлестік. Жақсы. Енді жақсы. Аяғы жауап бергенмен қарайсың, едімді жетім беріп отыр. Енді балалар, осы табиғи бірлестік дегеніміз не еді? Жасанды бірлестікпен екеуінің айырмашылығы не бізде? Кім айтады? Кім тоқталып өтеді? Табиғи бірлестік. Айтады кім? Табиғи бірлестік, оны біз емес, ол табиғат өзі жасайды. Мысалы, жер сілкінісі, оны біз жасамаймыз. Оны табиғат жасайды. Яғни, далалы жерде бізде өсіп жатқан жаңағы ормандар, ағаштар бар, олардың барлығы табиғаттың өзінің жасалған, табиғаттың өзін жасаған бірлестік екен. Ал жасанды бірлестік дегеніміз не? Американ? Жасанды деген ол адамдар өздері жасайды. Яғни? Өздері қарайды, су құяды. Дұрыс. Бақтар өсіреді, ағаш отырғызады. Топырағын қояды. Мысалы? Ағаштар, гүлдер. Біздің қаламыздағы саябақтар, осы отырғызып жатқан ағаштар. Олар, яғни адамның қолымен, өз қолымен жасалған. Бұл табиғи бірлестік емес, қандай? Жасанды бірлестік екен. Адамның өз қолымен жасалған бірлестік екен. Дұрыс, отыра ғой.